Бірде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір әйелдің жылап отқанын көреді. Баласы қайтыс болған кезде. Пайғамбар саллаллаху барады да, сабыр қыл дейді. Ана әйел пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қарайды да, сен не білесің дейді. Сен жолыңнан қалмай кете бер дейді. Сенің проблемаң емес қой бұл дейді. Ар жаққа қарай жылайды. Сонда жанындағы адамдар көреді ғой, көріп, сен кімге әңгіме айтқаныңды білесің ба дейді. Сен Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам әңгіме айттың ғой дегенде әйел тұрады да жүгіріп барып пайғамбар алдынан артынан еріп барып, о Алланың елшісі, мен кешір, мен білмей қалдым, енді сабырлық етемін дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, сабырлық, қиындық басқа келген уақыттағы сабырлық дейді. Жылап айтып бәрін біткеннен кейін келмес дейді. Бізде кей адамдар бар, ақшаны ұрлап кетіп қалса, садақа бермейді. Садақа дей салады ғой. Ұрлап кеткен ақшаны садақа емес, сен жүрекпен берді оны. Сол сияқты адам баласы жаңағы сабырлық жасау, әрине сабырлық үш түрлі болады. Сабырлықтың бір түрі бұл арам нәрседен сақтану болады. Мысалы үшін ішпе, шекпе, қыздарға барма, мысалы үшін жамандыққа барма. Оған сабырлық керек. Оның нәпсін ұстауың керек қой сен, көрдің бе? Ерік берсең, сабырлық, ол да бір сабырлық талап ететін дүниелер да. Ал екінші сабырлық бұл құлшылықтағы сабырлық. Намаз оқу, мысалы үшін қыстарда дәрет алу мысалы оңай емес қой. Түндерде мысалы жаздың күні түн қысқа болады, таң намазға тұру мәселесі, түн құптан кеш келеді, құптанға дейін отырып оны оқып ұйықтау мәселесі қиын ғой. Сабырлық. Үшінші сабырлық бұл тағдырдың қиындығына сабырлық дейді. Осы үш сабырлықтың да сауабы не жоғары. Алла субхана ва тағала Құран Кәрімде инналлаха мa'ас сабирин, Алла субхана ва тағала сабырлық етушілермен бірге дейді. Бірақ бір мәселе, адам баласы әрқашанда не Алладан жақсылықты тілеу керек. Жақсылық тілеу керек. Сол үшін бір жағдай болатын болса, адам баласы шариғатта мұсылмандардың тілінде жүрген нәрсе, саған Алла көркем сабыр берсін дейді. Ол деген нәрсе жаңа қандай бір жағдай болған уақытта да, енді бұл тағдыр болып тұрған, көрдіңіз ба? Тағдыр болып тұрғаннан кейін адам баласына Алла жайында жаман ойламастан, Алла жайында мынау сабырсыздыққа бару деген нені түсіндіреді деген уақытта, әрине бұл адамның бір қателіктерге баруына себеп болады. Немесе Алла жайында бір жаман сөздер айтуына себеп болады. Немесе адам тіпті өзіне қол жұмсауға да әкеп соғатын дүниелер бар да. Болды, біттім деп ойлап қалуы мүмкін да. Шешімді тек қана өзіне қол жұмсау немесе сол сияқты нәрседе ойлауы мүмкін да. Сол үшін адам әрқашанда сабырлықты ұстау керек. Ашу келген уақытта да сабырлық ұстау керек. Айтады ғой, қазақ айтады, бүгінгі ашуды не дейді? Ертеңге қалдыр дейді. Бүгінгі жұмыс ертеңге қалдырма дейді. Бұл деген нәрсе, бұл ашу келгенде де сабырлық керек болады. Сол үшін сабырлық адам баласына егер болатын болса, ол таптырмайтын қасиет. Сол үшін сабырлық бізге керек.